Қайырлы күн достар, бізде жаңа жоба. Университетіміздің жас көшбасшыларымен және де әрбір сала үздіктері атанып жүрген түлектерімізбен сұхбаттасатын боламыз. Жобамыздың алғашқы қонағы студенттік ректор МЕНДЕШ'ЛЫ ЖАНДОС. Жандос, қош келдің. Қош көрдік. Жандос Нұр-Сұлтан қаласында өткен Қазақстан студенттер альянсының шақырылымына барып келген болатынсыңдар. Сенімен бірге 2 студент барған болатын. Сол жөнінде қысқаша мәлімет беріп кетсең? Өте жөн айтасыз. Қараша айының 6-7 жылдызында Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан студенттер альянсының 17-ші шақырылымы өткізілген болатын. Жалпы шақырылым барысында өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қасымда 2 студент бар деп. Ол студенттер осы республикалық дебат ұйымдастырылған болатын Әл-Фарабидің 1150 жылдығына орай. Осы дебат ойындарының жеңімпаздары, 3-ші орын иегерлері менімен бірге осы іс-сапарға барған болатын. Жалпы енді шақырылым жөнінде 1-2 ауыз сөз айтып кететін болсам, бұл шақырылымға бір атап өтетіндей Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Сข่БАТ қатысқан болатын, және де Қазақстан Республикасының мәжілісінің депутаты Шиповский Геннадьевич қатысқан болатын, және өзіміздің университетіміздің түлегі Алпамыс Шаримов ағамыз осындай үздік спикерлер қатысқан болатын. Көп рахмет. Енді Жандос, бұл жобамыз біздің бүкпейсіз сырласу, бүкпейсіз әңгіме, бүкпейсіз сұхбат. Сондықтан да қазір сізге қойылатын әрбір сұраққа бүкпейсіз жауап береді деген сенімдемін. Алғашқы сұрағым, Жандос, енді өзің білесің, сен студенттік ректорсың университетіміз. Осының сыры неде? Сенің күшің неде? Неге тек сен көп студенттің арасынан студенттік ректор атандың? Жалпы енді үздіктердің қатарынан табылу, ол да бір өнер деп айтсам болады. Жалпы 2017 жылы осы университетімізге, білім ордамызға, қара шаңырағымызға түскеннен бері айтады ғой, генерал болғысы келмейтін командир болмайды деп. Осы студенттік солдат болмайды. Как хорошо быть генерал, как хорошо быть генерал. Осы студенттік ректор жолында мен студенттік декан орынбасары, жаңағы Асан Абзал Тайман атындағы атаулы шәкіртақы иегері болдым. Осылай өзімнің жаңағы әртүрлі жақсы жақтарында көрсете келе студенттік ректор болдым деп ойлаймын. Жандос, сенің әлсіз түсің неде? Қандай әлсіз түсің бар? Менің өте әлсіз түсім ол тайм менеджмент. Яғни уақытты кішкене өзім басқара алмаймын. Сенің түйіндемеңде жоқ нәрсе туралы айтып өтеді? Менің түйіндемемде жоқ деп айтпайын, бірақ өте шамалы деп айтайын, ағылшын тілін меңгеру. Яғни өзге тілдерді меңгеру. Сәтсіздікке қалай қарайсың? Енді көзқарасың қандай сәтсіздікке? Қалай айтсам болады? Кей кезде өмір деген екі жақта да бір жақсы жағы бар, әрине оған қарама-қайшы жаман жағы бар. Жақсы жақта қалай қуанып қарсы алсам, жаман жағында солай еңсеріп, шыдамдылық, төзімділік танытуға тырысамын. Өзіңді табыстымын деп санайсың ба, Жандос? Әрине, табыстымын деп санаймын. Менің басты табысым осы алып жатқан білімім, осы жерде жинаған абыройым, болашаққа деген сенімім. Өзіңді кіммен салыстырасың? Өзімді біреумен салыстырамын деп айтпайын, мен өзімнің кумирімді айтайын бұл жерде. Мен енді осы жастар ішінде саясатында жүргенсін, жастар саясатында жүргенсін, өзімне бір үлкен кумир көретін тұлғам бар, ол Дінмұхаммед Қонаев. Осы ағамдай үлкен азамат болғым келеді. Еліме бір көмегін тигізетін, елдің қамын ойлайтын азамат болғым келеді. Жандос, студенттік ректор қарқынынан бөлек, студенттік ректор лауазымынан бөлек, сен туралы біз білуге тиіс нәрсе бар ма? Біз білмейтін, қандай қарым бар? Анда-санда ән айтамын. Биде билемін. Жалпы енді биде билемін. Жекке жете өнерді аз дейді ғой. Көп өнерім бар, аз-аздан. Сені не нәрсе мотивациялайды? Әрине енді мотивация маған жаңағы ата-анамның жарайсың, алға бас деген сөздері ғой. Әрине ол әр адамға мен ойымша мотивация деп ойлаймын. Өміріңде ең бір жасаған күрделі шешімің қандай? Осы уақытқа дейін.
өмірімдегі ең күрделі шешім айтады ғой, жалпы үш шешімді таңдағанда қателеспеу керек деп. Біреуі жар таңдау, біреуі мамандық таңдау, біреуі серіктес таңдау дейміз. Енді менің ойымша осы мамандық таңдағанда кішкене бір өте бір күрделі болды, себебі мен өзім негізі биологияға, географияға жақын болдым. Бірақ дегенмен осы 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сыныптарда отбасыммен түгел бізде физика, математикаға бейім. Осы ата-анамның айтуымен, ағаларымның кеңесімен осы физика, математика мамандығына, информатикаға түстім. Ол әрине ол мамандықты таңдау, осы университетті таңдау мен үшін өте күрделі шешім болды. Рахмет. Жандос, сені не нәрсе ашуландырады бұл өмірде? Не нәрсеге тез ашуланасың? Мен енді негізі көп ашуланбауға тырысам, бірақ әрине ашуландыратын моменттер де болады. Ол әрине жұмыстың бір оңтайлы жүрмеуі, сондай секілді жаңа енді кішкентай проблемаларға ашуланбайсың да шама келгенше, бірақ жиналып бір күні жүреккенде. Ашуың қанша уақытқа созылады? Мен ашуым қалай тез келетін болса, дәл солай тез кетеді, тез басылады. Өзіңді жүйкесі тозған данышпан деп есептейсің бе, әлде бақытты ақымақ деп есептейсің бе? Бақытты ақымақ есептегенім жақсы. Егер де бұл өмірде саған бір нәрсені өзгертуге мүмкіндік берсе, неден бастар едің? Қалай айтсам, осы күнге дейінгі күніме мен ризашылық білдіремін, алғысымды айтамын. Дәл осылай өмір сүретінім екінші рет. Қайтадан. Сен өзіңе сенетін нәрсемен айналысасың ба, әлде өзің айналысқан нәрсеге сенім білдіресің бе? Өзім айналысқан нәрсеге сенім білдіремін. Сенің армандағы жұмысың қандай болашақта? СТУДЕНТТІК ректор лауазымын, биыл университетіміздің түлегісің, биыл бітіресің. Бітіргеннен кейін қандай жұмысты, қай жерден өзіңді көресің? Арманың қандай? Мен әрине білім саласында жаңағы педагог болғандықтан, енді мен өзім қазіргі, енді айтып, әр адам өзінің жоспары болады ғой. Менде бірнеше жоспарлар бар, А жоспары, Б жоспары деп. А жоспардан тоқталатын болса, жаңағы біздер енді педагог болғандан кейін мемлекетімен қызмет етуім керек. Ол жағынан келетін болсақ, болашақта дипломмен ауылға деген сияқты жақсы бағдарламалар бар. Осы бағдарламалардың бірін таңдап, не мектепке сабақ беру, немесе университетімізде магистратура бар, бәрімізге белгілі, соған тапсыру. Осы білім жағын қуу болса, екінші жоспарым осы жастар саясатынан одан әрі жетілу. Енді Жандос, бұл неге сен Махамбет университетін таңдадың? Енді өзің білесің, мысалы, мектеп бітіретін түлектердің көбісі басқа университеттерді, жоғары оқу орындарын таңдайды, армандары бөлек болады. Сен енді қазір университетте бізде грант негізінде оқисың. Неге көп жоғары оқу орындарының ішінен осы университетті таңдадың? Өте орынды сұрақ. Осы сұрақты маған көп студенттер қояды, жаңа Инстаграмның әлеуметтік желісінен, WhatsApp-тан әлеуметтік желісінен. Сол секілді жаңа сіз де қойып отырсыз. Мен негізі бұл университет таңдағанда, осы мамандық таңдағанда жаңа айтып өттім, өте күрделі болды деп. Жалпы осыған дейін де мен туғандарым, жаңа үлкен ағаларым, апаларым осы университеттің түлегі, осы университетте оқыды, өзіміздің қара шаңырағымыз өңірдегі. Осы жайттардың барлығы мен осы вузды таңдауыма үлкен себеп, үлкен маған шешім қабылдауға мотивация. Көп рахмет. Енді Жандос, сен бір өз сөзіңді айтып өттің. Мен бір әнге кішкене өзімнің қызығушылығым бар деп, енді біз енді қолқа саламыз саған. Енді университет студенттері сенің бір тағы бір қырыңмен таныссын, бір кішігірім, бір қайырма болсын, бір әннен үзінді айтып өтсең. Жалпы енді мен осы сіз айтып отырған қолқаңызды кейіннен жасасам, себебі алда 17 қараша бізде студенттер күні, осыған орай үлкен бір шара ұйымдастырылайын деп жатыр екен. Осындай студенттік ректорлардың, студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарының бір әншімен әнін шырқауы, яғни 2 жұлдыз бағдарламасы болайын деп жатыр. Сол жерде менің әнімді тамашаласаңыздар болады. Енді біз енді алдын ала біз өзіміздің университетіміздің студент ректорының тағы бір қырын білгіміз келеді. Енді ол кезде 17 қарашада толыққанды таныса жатармыз. Бізге бір қайырма жеткілікті. Бір қайырма шырқап жүрсең, өзіңе бір жағымды, өзіңнің бір табиғатыңа келетін, бір өзің ұнататын бір әннен бір үзінді айтып өтсең, бір қайырма айтсаң жарайды. Берілем.
ақырын айтсам әнін аузыма келмей қалды. Табыл досым ағамыздың әнін айтайын. Барлық толықтай білмеймін. Бізде енді гитарамен сөйтіп айтады ғой. Ұнатады шыңда көңілі шырқауды, таулары жоқ төбемізден бұл тауды. Толағай боп туылмадық әттең ай, Атырауға әкелермек бір тауды. Ұнатады шыңда көңілі шырқауды, таулары жоқ төбемізден бұл тауды. Толағай боп туылмадық әттең ай, Атырауға әкелермен бір тауды. Жандос, көп рахмет. Енді біз сені студенттік ректор есебінде танысақ, енді әнші Жандос ретінде танып жатырмық. Болашақта енді өзің айтқандай бір лауазымды қызметкер ретінде, елдің тізгінін ұстайтын жоғары лауазымды қызметкер ретінде көреміз, және де болашағыңа сенім білдіреміз, сәттілік тілейміз. Көп рахмет. Бүгінгі біздің жобамыздың алғашқы қонағы болуға келісіп, келіп бізбен бүкпесіз сұхбаттасқанға көп рахмет. Болашақта жоспарларыңа табыс тілеймін. Рахмет көп. Сізге де рахмет. Осындай үлкен жобаның алғашқы қонағы болу мен үшін де үлкен құрмет. Құрметті достар, осымен бүгінгі эфиріміз аяқталды. Каналымызға жазылуды ұмытпайық. Төменде көрсеткен подписация батырмасын басыңыздар. Ал келесі жобамыздың қонағы кім деп тапсаңыздар, комментария қалдырыңыздар.